кездескен. Мгм. Әріптестерді де көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз вебинарымыздың екінші бөлігі отбасына кейс менеджментпен қолдау жүргізу кезіндегі бағалаудан кейінгі қадамы отбасын жеке жұмыс жоспарын немесе отбасын дамыту жоспарын қалай құру керек, және ол отбасының ішкі және сыртқы ресурстарын қалай табуға болады, күшті жақтарына қалай негізделуге болады, және осыған сүйене отырып жұмыс жоспарын қалай құруға болады деген сұраққа жауап беруге тырысатын боламыз. Мен жалпы жеке жұмыс жоспары туралы сіздерге ақпарат беремін, және бүгінгі біздің вебинарда 1 сағат ішінде біз практикалық дағдыларымызды дамытуға әрекет жасайтын боламыз. Егер бүгінгі вебинардың тақырыбы түсінікті болса, онда вебинардың мақсатына көшетін боламыз. Жалпы біз жоспар құру үшін қандай қағидаларға негізделеміз, соны қарастыратын боламыз. Одан кейін отбасымен жұмыс істеу кезінде оның ресурсына негізделу, ресурстық тәсілдің маңызын қарастыратын боламыз. Және әр отбасының өзінің әлеуетіне сүйене отырып, оған қалай көмектесуге болады, және осы жұмыстың тиімді ма, тиімді емес па, сол тұстарын қарастыратын боламыз. Енді сіздерде микрофонды қосу мүмкіндігі бар, чатты жазу мүмкіндігі бар. Жалпы сіздердің ойларыңыз бойынша отбасының күшті жақтары дегеніміз не? Бізде супервизия аясында да бұл тақырып шолып өткен болатынбыз. Әр отбасының күшті жағы бар деп айтқанбыз, мықты жағы, мықты тұсы деп айтсақ болады. Сіздің ойыңызша отбасының күшті жақтары дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беріп көрейік, әріптестер. Кімде қандай ой бар, пікір бар осыған қатысты? Отбасының күшті жақтары дегеніміз не? Шолпан ханым. Саламатсыз ба? Шолпан апайдың қолы көтеріліп отыр. Жауап бергіңіз келсе, микрофоныңызды қосып айта берсеңіз болады. Мына келесі жауап берушіден кейін, қатысушыдан кейін. Кім жауап берейін деп отырғанын? Бұл айтеке ауданнан Ахантері. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, қалайсыз, амансыз ба? Жақсы, шүкір, өздеріңіз. Шүкір, жүріп жатырмыз жұмыста. Күшті жақтары дегенде, менің ойымша, отбасының табысы жұмыста болуы, отбасының саны түгел болуы, әкесі, ата-анасы, менің ойымша, соның барлық күшті жақтары деп ойлаймын өзім. Табыс көзінің оңды болуы, ата-анасының балаларының барлығын түгел болуы. Айта берсек көп деймін. Дұрыс, өте дұрыс. Ол отбасының қиын жағына қарағанда бар ресурстары деп айтсақ та болады. Рахмет сізге бөлісіп отырғаныңызға. Әріптестер, тағы пікірлер бар ма? Жалпы әріптесіміздің айтайын дегені келесіде, отбасының күшті жақтары дегеніміз бұл отбасындағы әр мүшенің оң түстегі положительный дейді ғой, қасиеттері, отбасының бірлігі мен өзара көмек беруі, қолдау беруі, ата-аналық қабілеттері, потенциалы десек те болады. Әр ата-ананың потенциалы бар, қандай да бір бала тәрбиесіне байланысты бір ерекшелігі болады. Қиындықтарды жеңуге деген тәжірибесі, яғни осы мәселе бірінші рет болып тұр ма, жоқ, осығанға дейін бұның өмірінде осындай сәт болды ма деген сұрақтарға жауап ала аламыз. Және жалпы отбасының қоршаған ортасының деңгейі және оның дер кезінде көмек беруге деген мүмкіндігі десек те болады. Яғни әр отбасыда осындай ерекшеліктер, сәттері болады, және осыған сүйене отырып жұмыс істеу тәсілі ресурстық тәсіл деп аталады. Бүгін енді жалпы кейс менеджментте ресурстық тәсілге негізделіп жұмыс істеу өте маңызды. Себебі кейс менеджмент дегеніміз, өткенде де айтқан болатынбыз, бұл неғұрлым аз ақша жұмсай отырып, отбасының өзінің мәселесін өзін шешуге, дағдылауға үйрететін осындай бір инструмент.
Отбасының ресурстарына келетін болсақ, ол әр отбасының екі ресурсы болады екен. Ол ішкі және сыртқы. Отбасының өзіне ғана тән нәрсе және сыртқы қоршаған орта, оның адамдары, туыстары, мемлекет тарапынан, не болмаса жаңағы тұрғылықты елді мекеннің аясынан берілетін ресурстары бар екен. Ішкі ресурстарды қарайтын болсақ, бұл әр отбасының психологиялық тұрақтылығы, қарым-қатынас дағдылары, өзгеріске деген ынтасы, білім деңгейі мен дағдылары жатады екен. Мына жерде мен өте мынандай бір ерекше бөліп айтып өткім келеді. Өзгеріске деген ынта сәті бұл әлеуметтік қызметкер үшін де, жалпы отбасы мен әлеуметтік жұмыс үшін де өте маңызды. Себебі кез келген отбасы өзінің мәселесін, шынымен менде қиындық бар деп қабылдаумен қатар, өзгеріске деген оның ынтасы болу керек. Өзінің өмірін өзгерткісі келу керек, және сол өзгерісті сырттан емес, өзі іштей саналы түрде қабылдап, жаңағы сол өзгеріске ұмтылу керек. Сол кезде ғана бұл отбасымен жұмыс қарқынды, тиімді жүреді. Ал егер отбасы өзі қиындығын проблема ретінде санамайтын болса, не болмаса бұл қандай да бір өзгерісті қаламайтын болса, онда бұл көптеген конфликттерге, жанжалдарға және жаңағы жұмыстың бір орында тұрып қалуына алып келуі мүмкін. Сол себептен нақты әр отбасының өзінің проблемасын түсінетінін және өзгерісті қалайтынына біз көз жеткізіп алу керекпіз. Сыртқы ресурстарға назар аударатын болсақ, жалпы отбасының мүшелерінің саны, қанша адам отбасында бар болса, соншалықты. Әріптестер, микрофоныңызды өшірсеңіз, менімен бірге қатар сөйлеп отырсыздар, кішкене. Шолпан, микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз. Сіз жақтан келіп отыр. Қазір. Отбасындағы неғұрлым адам саны көбірек болса, соғұрлым бұның сыртқы ресурстары көбірек болып есептелінеді. Сыртқы ресурс ретінде әлеуметтік көмек көрсететін қызметкер, не болмаса неше түрлі ұйымдардың түрлері кіреді. Білім беру ұйымдары, мектеп, балабақша, бұның бәрі сыртқы ресурс болып есептеледі. Медициналық көмек беретін ұйымдар және жалпы сол отбасы тұратын жердегі қауымдастық пен не болмаса діни ұйымдарда ресурс ретінде қарастырылады. Неге? Мысалы, кез келген сәтте отбасы бір жаңағы қиын жағдайға қалып қалса, ол отбасын шұғыл түрде жаңағы басқа жерге орналастыру керек болса, онда жаңағы ол елді мекенде мүмкін жаңағы дағдарыс орталықтары болмауы мүмкін, не болмаса жаңағы сондай жақтар дамымауы мүмкін. Сол кезде ресурс ретінде мына білім беру ұйымдарын, медициналық көмек беретін ұйымдарды, не болмаса жаңағы кейде де діни қауымдастықтарды, діни ұйымдарды да жаңағы жұмысқа тартып жатамыз, себебі олар да әр отбасының ресурсы болып саналады. Демек, әр отбасының мықты, күшті тұстары бар және әр отбасының ішкі, сыртқы ресурстары бар. Қиындықтармен қатар, және біз жұмыс жасаған кезде әр отбасының қиындығына, проблемасына өте үлкен назар қоймай, керісінше бұл отбасының қандай ресурсы бар, сыртқы тұсынан қандай ресурсы бар және ішкі жағында қандай ресурстары бар, және бұл отбасының күшті, мықты тұстары қайда деп сол сұрақпен жаңағы бағалау, кеше алдыңғы вебинарда өткен тақырыбымыз, терең бағалау, алғашқы бағалауды өткен кезде біздің басты мәселеміз бұның ресурстарын табу болып табылады. Кез келген отбасында кем дегенде бір тал мықты тұсы және бір ресурсы болуы мүмкін. Және соның өзі әр отбасы үшін шешуші, не болмаса маңызды болуы мүмкін. Енді өткен вебинарда біз терең бағалауды қалай жүргізетінімізді, қандай тәсілдерді, әдістерді қолдансақ болады, соны қарастырған болатынбыз. Бүкіл бағалау сәті аяқталды деп есептейтін болсақ, онда біз бүкіл ақпаратты талдаймыз да, қорытынды мәселелер шығады. Яғни бұл отбасының қандай қиындық мәселесі бар және бұл отбасының қандай күшті жақтары мен ресурстары бар. Осы үш үлкен ақпарат біздің қолымызда болған кезде, біз
жоспар жеке отбасының даму жоспары, не болмаса жеке жұмыс жоспары деп атайсыздар, соны жасауға кірісеміз. Бұл жерде қандай ақпарат белгіленеді жұмыс жоспарында? Жалпы жұмыс жоспары бұл бағалаудан кейінгі маңызды құжаттың бірі болып табылады. Және бұның ерекшеліктеріне назар аударатын болсақ, ең бастысы бұл жерде жұмыс жоспарын міндетті түрде отбасымен келісіп, бірге отырып құрастыру керек әлеуметтік қызметкерге, кейс менеджерге. Себебі жұмыс жоспары дегеніміз бұл отбасына бағытталған, оның қиындықтарын шешуге арналған әрекеттер, іс-шаралар және кейде отбасының келісімсіз, не болмаса отбасының қажеттілігіне назар аудармай бұл жоспар жасалатын болса, жаңағы кейін отбасы тарапынан жоспарды жүзеге асырмау, қандай да бір кездесулерге қатыспау, не болмаса әрекеттерді жасамау деген сәттер кездесіп жатады. Себебі жоспар отбасымен бірге талқыланып, келісіліп жасалмағаннан кейін. Енді шын мәнінде алып қарайтын болсақ, егер сізбен қандай да бір әрекет келіспейтін болса, сізбен жаңағы бір сіздің қалауыңызды сұрамайтын болса, онда сізде бұл жұмысты, іс-шараны жасағыңыз келмейді, бас тартуыңыз да әбден мүмкін, иә. Тіпті мына вебинарларда қарастыратын болсақ, алдын ала 2-3 күн бұрын сіздерге жаңағы бұл ақпарат жіберіледі, анонс ретінде, иә, қатыссаңыз болады деп. Және бұл шешімді сіздер өздеріңіз қабылдайсыздар. Сіздерге ешкім жаңағы бір сырттан бір не болып жаңағы қатысасың, міне бүгін аяқ асты ешкім хабарламайды, иә. Бұның бәрі жоспарлы түрде жасалады. Тура солай отбасымен қандай да бір әрекетті жүзеге асыру үшін жоспарлау, алдын ала келісу және отбасының жауапкершілігімен біздің отбасын қолдау орталығының ұйымының, маманның жауапкершілігін бөліп қою. Және жеке жұмыс жоспарында ең маңыздысы бұл отбасында жауапкершілік деген жаңағы бағамға жазу. Себебі көп отбасылар, енді оны жасыратын ештеңкесі жоқ, менің жағдайымды шешіп берсін, менің жағдайымды, мәселемді реттеп берсін деп келіп отырады. Шын мәнінде оның жағдайын, оның мәселесін шеше алатын да, реттей алатын да тек қана өзі. Сол себептен жауапкершілікті бағамына қазір біз ол таблицада қарайтын боламыз, иә. Сол жерге әр отбасының жаңағы мүшесін, не болмаса кімге бағытталған қызмет болса, соны жазып отыру өте маңызды. Енді жеке жұмыс жоспарының, не болмаса отбасын дамыту жоспарының құрылымына келетін болсақ, ең бірінші бұл анықталған көмекпен қажеттіліктерді жазып өту және осы жерде қандай да бір тәуекелдер, не болмаса кедергілер кездесіп қалуы мүмкін. Соны да атап өту маңызды. Сонымен қатар ресурстарды да біз белгілеп алу керекпіз. Осыған орай біз әр отбасына өзіне сай, өзінің жеке ерекшеліктеріне сай, мәселесіне сай жаңағы отбасына арналған мақсаттар жазамыз, иә. Мысалы, қандай да бір мәселені шешу үшін мынандай әрекет жасау керек. Одан кейін көмек көрсететін орынды міндетті түрде белгілейміз. Себебі кейде бұл іс-шара отбасын қолдау орталығының аясынан емес, басқа тұстан беріп, мысалы, мектепте, не болмаса жаңағы әріптестер, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар. Тапшы шартыңды. Әріптес Our Loved дейді, атыңыз жазылмаған екен, микрофоныңызды өшірсеңіз. Көмек көрсететін орынды жазу маңызды, себебі жоспарды біз өрлеуге шолу жасаған кезде, мониторинг жасаған кезде, кімнен бұл іс-шара жасалды, жасалмады деген ақпаратты алудың, жаңағы табудың бір жолы. Содан кейін осы жасалған іс-шара қанша уақыттан кейін мониторинг жасалады, иә, қарастырылады. Қаншалықты бұл тиімді болды, қаншалықты бұл отбасына көмектесті, мәселесін шеше алды ма, не болмаса басқа бір жаңағы жаңа мақсаттар туындады ма деген сияқты сәттер болуы мүмкін. Келесі басты мәселе жеке жұмыс жоспарына жазылатын уақыт көрсеткіштері
қашан бұл нәрсе іс-шара орындалу керек, және бағана мен айтып кеткендей, бұған қатысатын адамдардың аты жөні, бұл әлеуметтік қызметкердің аты жөні болуы мүмкін, кейде отбасын қолдау орталығының директоры не болмаса директорының орынбасары, кейде психологтың аты жазылады, басқа ұйымның маманы болса соның да аты жөні жазылады, және міндетті түрде отбасының да жаңағы аты жөні жазылуы тиіс. Себебі жоспарға қол қойған кезде әр отбасы, мен бұл әрекеттермен, іс-шаралармен келісемін және осының бәрін жүзеге асыруға дайынмын, өзіме сондай жауапкершілік аламын дегенді білдіретін сәт. Және осы жоспарды құру кезінде тағы бір әріптестер қайталап айтып кетейін, отбасының қатысуы, отбасының мүшелерімен бірге келісіп отырып жасалуы өте маңызды. Сол кезде бізде жаңағы отбасына деген кейде андай түсініспеушілік, не болмаса конфликттер туындаған кезде сізбен бұл жоспар келісілген, сіз бұл жоспарға өз еркіңізбен қол қойдыңыз, сізбен бірге құрастырылған деген сияқты аргументтер айта аламыз, және қайтадан отбасын жұмыс жасауға, не болмаса әрекеттерді орындауға заңды түрде шақыра алады екенбіз. Енді жоспардың мақсаттары мен жалпы жаңағы индикаторларын қалай жасаймыз, не маңызды бұл жерде, қалай кейін мониторинг жүргізген кезде, не болмаса жаңағы жоспардың өрлеуге шолу деген сәті бар, соны жүзеге асырған кезде бұл мақсат орындалды ма, орындалмады ма, жалпы бұл мақсат тиімді болды ма, тиімді болмады ма, соған сұрақтарға жауап беру үшін жоспардың мақсаттарын смарт бағытта жасау керек, смарт технологиясын, не болмаса жаңағы әдісін қолдана отырып, яғни біздің жасалған, жазылған, қойылған мақсаттарымыз нақты болу керек, оларды өлшеуге болатын болу керек, отбасы үшін қолжетімді болу керек, кез келген отбасына қажетті орынды мақсаттар болу керек, және уақыт бойынша анықталған болу керек. Егер нақтыға келетін болсақ, жаңағы жалпылауға жол бермеу керек. Мысалы, отбасының білім деңгейін дамыту деген сияқты, не болмаса бала тәрбиесінде деген білім деңгейін дамыту деген кезде бұл жалпы мақсат болады. Ал нақты жасөспірім кезіндегі баламен қарым-қатынастардың ерекшелігін түсіндіру, не болмаса сол бойынша білім беру деп жазатын болсақ, біздің мақсатымыз нақтыланды. Өлшенетін дегеніміз бұл әрекеттің соңында біз қандай нәтижеге жетеміз. Яғни анасы осындай курстан өткеннен кейін жаңағы жасөспірімдердің ерекшеліктерін түсінетін, сол кезде оның жасөспірімдер туралы білім деңгейі жоғарылайды, баласымен қарым-қатынасы жақсаруы мүмкін деген бір болжам қоямыз. Қолжетімді, шынымен бізде ондай жаңағы курстар барын, жаңағы онлайн, офлайн түрде жаңағы тіл, бізде Қазақстанда 2 тіл қолданатын болғаннан кейін, жаңағы мүмкіндігінше ата-анаға жетімді болу керек, түсінікті, доступный дейді орысша айтқан кезде. Орынды, мысалы 3-5 жасардағы баласы бар отбасына бұндай мақсат қою орынсыз болады. Бұндай мақсаттар тек қана жасөспірім кезеңіндегі балалары бар, және сол балалармен қиындықтары бар болса ғана осындай мақсат қоя аламыз. Ал егер жасөспірім жасындағы баласы бар, бірақ онымен ешқандай қиындықтары, проблемасы жоқ, не болмаса кикілжіңдер болмаса, ондай мақсаттың қойылуы да орынсыз болады. Оның жай ғана уақыт өткізу сияқты бір сәті болады. Оның орнына жаңағы басқа да қиындықтарын, не болмаса мәселелерін қарастыру керек. Яғни жасөспірім баласы бар екен, болса да болмаса да әйтеуір осындай бір курс бар еді, білім деңгейін көтеріп алайықшы деген жаңағы көзқарас болмау керек. Бұл нақты әр отбасының қажеттіліктеріне сай болу керек. Және уақыт бойынша анықталған. Мысалы, осындай курс, не болмаса оқыту қанша уақытта жүзеге асады? Мысалы, келесі айда оқи ма, не болмаса қай уақытқа дейін аяқталу керек? Соны жазып жатамыз. Енді 2 тәсілдің біреуін таңдасаңыздар болады сіздер кейс менеджментте жоспар құру аясында. Мысалы, қай кезден қай кезге дейін жүзеге асады? Мысалы, сәуір
наурыз айы мен сәуір айлар арасында жүзеге асу керек деп қойсаңыздар болады. Не болмаса, осы мысалы 28 сәуірге дейін осы іс-шара жасалу керек деп жоспарлап қойсаңыз болады. Неғұрлым сіз уақытты да нақтылап қоятын болсаңыз, мына уақытқа дейін мынанша күн, мынандай ай деп қойсаңыз, бұл отбасына да өзіңізге де жаңағы жұмыс жасауға тиімділікті ұйымдастыруға көмектеседі екен. Енді мен сіздерге, әріптестер, мен даусым естіліп тұр ма? Маған мына жерде сигнал шығып жатыр, интернетіңіз нашар деп. Естіліп тұр. Саламатсыз, естіліп тұр. Арасында айтып қойыңыздар, қазір ғана шығып тұр да, мен байқап қалдым. Енді мен сіздерге мына жерде біздің отбасын қолдау орталықтарының стандартына сай 4-ші қосымшаны көрсеткім келіп отыр. Бұл жерде отбасы мен жеке жұмыс жоспары, қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасын қиын осы жағдайдан шығару бойынша жұмыс жоспарының үлгісі. Енді бұл жерде сіздеріңіз өзіңіз көріп тұрғандай, бірінші бетінде міндетті түрде бұны бекітеді отбасын қолдау орталығының директоры. Демек, директор әр отбасының қолдау орталығының қызмет алушысы, отбасының жағдаятымен жалпы таныс болу керек. Себебі сіз бұны бекітетін болғаннан кейін, жаңағы бұл үшін де сіз жауапкершілік сіздің мойныңызда, иә? Сол себептен жаңағы өздеріңізде бір командамен жиналыс болады, не болмаса жаңағы бір планеркалар болып жатады, иә? Сол кезде әр қызметкердің отбасы туралы қандай деңгейде кішігірім жаңағы бір шолу алып отырсаңыз болады. Жалпы сіздерде список та бар, қандай деңгейде тұру, қандай жаңағы ары қарай не істейді, қандай процесте тұрғанын біздің директор міндетті түрде хабардар болу керек. Әр кейсті жеке егжей-тегжейлі білу емес бұл жерде. Жалпы, мысалы, мына кейсте мынандай жағдай, мына кейсте мынандай жағдай деген сияқты жалпы бір хабардар болу керек. В курсе должен быть, да, былайша айтқан кезде. Енді бірінші отбасын қолдау орталығының жеке отбасын қиын өмірлік жағдайдан шығару үшін жеке жоспарда қандай ақпарат жазылады? Ең алдымен бұл әр отбасының жеке жоспары болғаннан кейін міндетті түрде ол туралы ақпарат, иә? Көбінесе бұл кіммен келісім шарт бекітілді? Мысалы, анасы болса, анасы, әкесі мен анасы бірге келісім шартқа қол қойса, бірге, не болмаса жаңағы әкесі келісім шартқа қол қоятын болса, онда осы отбасының біз кіммен, заңды өкілі кіммен жұмыс істейміз, соның аты жөні жазылады. Одан кейін туылған күні, оның бәрі мына жерде өздеріңізде орысшасында түсінікті. Келесі иін, мына жеке жоспарды құратын кезде сізде кәдімгідей ол кісінің құжаты да, бағалау барысында да неше түрлі құжаттармен танысасыз, бұл ақпарат сізге табу қиындыққа жаңағы соқпау керек. Одан кейін тұратын жері, кейде адамның тұратын жері мен тіркелген жері бөлек болуы мүмкін, соған да байланысты ақпаратты көрсетіп отырасыз. Және мына жерде бұл отбасына кешенді көмек көрсету, жан-жақты көмек көрсету үшін негізделген бір себептер жазылады. Яғни, мына жерге сіз бағалаудан кейінгі қорытынды, демек, бұл отбасын қолдау орталығының көмегіне мұқтаж және неге деген сұраққа жауап бересіз. Мысалы, отбасының мынандай мәселелері бар, осындай жаңағы көмек түрлерін көмектесуге қарастыруға болады, және жаңағы жалпы бұл отбасы біздің жаңағы А, Б, С, Д, Е деген категориямыз бар ғой, сол бойынша қайсысына жатады деген жаңағы бір ақпарат жазып кетсеңіз болады. Жалпы кез келген, мысалы, сырттан келген әріптесіңіз болсын, не болмаса жаңағы біздің серіктестеріміз болсын, аудит болсын, не болмаса жаңағы бір спонсор, көмек көрсетуші бір адам келген кезде, бұл отбасының қандай ерекшелігі бар? Неге сіздер бұл отбасын қолдау орталығына көмекке алдыңыздар? Неге көмек көрсетіп жатсыздар деген кезде, бір 3-4 сөйлеммен нақты, бірақ сонымен қатар жаңағы
ауқымды ақпарат бере алатын осы жерде жаңағы талданған ақпарат жазылады. То есть орысша айтқан кезде анализ мына жерде, иә. Не үшін біз бұл отбасына осындай жеке жұмыс жоспарын жасап отырмық. Және міндетті түрде мына жерде жеке жұмыс жоспарының уақыты, мерзімі, себебі бұл өте маңызды, себебі отбасы да бұған қол қояды ғой. Сол кезде ол көру керек, қай уақытқа дейін маған осы кісілер қолдау көрсетеді, көмек береді. Бұл жаңағы психологиялық тұрғыдан да өте маңызды нәрсе, және қызметкерлерге де өте сондай бір жаңағы қандай да бір әрекеттерін тездететін, не болмаса қандай да бір жаңағы біздің серіктестерге арналған сигнал десек, иә. Әріптестер, микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Неғып отыратын айтып отыр да? Мына жерде әріптестер кімнің? Бейнеу ауданы. Микрофоныңызды өшірсеңіз. Енді біздің стандарт бойынша кез келген отбасымен жеке жұмыс жоспары 1 жылға жаңағы бекітіледі, иә. Және кейде бұл жұмыс жоспары кейінге шегерілуі мүмкін, иә, мерзімдері. Не болмаса, біз ойлаған уақыттан да ертерек қарым-қатынас аяқталуы мүмкін. Мысалы, біз қойған мақсаттардың бәрін орындасақ, онда жеке жұмыс жоспарына шолу жасаймыз да, отбасы жаңағы белгіленген мақсаттардың бәрін орындады. Қазір өзін қамтитын деңгейге жетті, қиын өмірлік жағдайдан жаңағы шықты, мынандай категорияға ауысты. Сол себептен мына жоспарды жаңағы сүйемелдеу жоспарын уақытынан ерте аяқтап жатырмыз деп негізделіп, жаңағы бұл отбасын қолдау орталығынан шығарсақ, жаңағы өз бетінше өмір сүруге мүмкіндік берсек болады. Енді жеке жұмыс жоспарының жалпы ақпаратын қарастырып өттік. Бұл әр отбасына толтырады, әр отбасының папкасында тұрады, және кейін сіздерде электрондық формат болған кезде де осы ақпаратты жазып өтесіздер. Және келесі беті және ең маңыздысы бұл жалпы жұмыс жоспарының құрылымы десек, иә. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғаныңызда, иә, қандай көмек түрі көрсетіледі отбасына. Бұл көмек түрі үшін жауапты маман, не болмаса жаңағы ұйым. Бұл жерде 3-ші бағамында байқасаңыздар, бұл көрсетілетін көмектің, қызметтің көлемі, уақыты, мерзімі және жаңағы тұрақтылығы жазылады екен. Және мына жерде келесі қай уақыт кезеңінде көрсетіледі. Және жалпы мына соңғы бағамы бұл өрлеуге шолу кезінде толтырылатын ақпараттық бағам. Себебі жаңағы бұл жерге біз қаншалықты бұл әрекет тиімді болды, тиімсіз болды, соны жазап өтеміз. Және кей кезде бағана мен айтып кеткендей, не өзгереді? Қалай бұл отбасының жаңағы жағдаяты осы мақсат арқылы өзгергенін түсінуге болады, соны жазып өтеміз. Мысалы, бағанағы біздің мысалымыз ретінде жаңағы жасөспірімдік жастағы балалармен қарым-қатынасқа қатысты жаңағы білім деңгейін жоғарылату дегенді қарастырдық. Оны жазатын болсақ, осындай курстардан, мысалы, Ақмарал деген семьямыз болады. Мысалы, Ақмаралдың өтуі, бұған жауапты кім? Мысалы, әлеуметтік қызметкер, Ақмаралдың өзі, және мүмкін сіздерде серіктестерде бар шығар сондай тренинг. Не болмаса мектеп аясында ұйымдастырып жатқан шығар. Мүмкін ол мектептің психологы сондай көмекті көрсететін шығар. Сол кезде мына жерде қай уақытта, не болмаса қанша сағаттық курс болу керек бұл. Және қай кезде көрсетіледі. Егер серіктестер болса, жаңағы олардың жоспарына да сай осы тренингтер болады деп жаңағы алдын ала біліп отырады ғой оларда. Сол уақытты жазасыздар. Және мына жерге сапа индикаторына біз осы курстан кейін қандай дағдыларын дамытады, қандай өзгерістер болады, соны жазсақ болады. Және мына шеткі бағамға бұл орындалды ма, орындалмады ма, қаншалықты тиімді болды, соны жазып кетуге болады. Және енді өткен вебинарда біз қарастырғандай, өздеріңіз көріп тұрсыздар, иә, бағалау қандай критерийлермен жүрсе, жоспар құру тура сондай критерийлермен жүреді.
яғни жалпы отбасының әлеуметтік қарым-қатынастары әр отбасының мүшесінің денсаулық деңгейі, білім деңгейі мен даму деңгейі, одан кейін отбасының табысы, жаңағы қаншалықты жұмысы бар, жоқтығы, үйі бар, жоқтығы да мына жерде жазылып өтеді. Содан кейін міндетті түрде мынау бағам өздеріңіз көріп тұрсыздар, иә, заңгерлердікі, жалпы құжаттандыру жағы дұрыс па, қандай құқықтық көмек керек, және басқа да бір біз алдын ала болжамаған, білмеген сәттер болуы мүмкін. Сол жерде соған біз мына қосымша не болмаса басқа бағыттар деген сәтке жазамыз. Яғни егер отбасындағы бір балаға медициналық тексерілуден өтіп, өзінің жаңағы мысалы бір баланың көзімен мәселе болуы мүмкін, иә, көзі алыстан көрмейді, не болмаса сондай сәттер болуы мүмкін. Сол кезде осы денсаулығына қатысты, көзіне қатысты жаңағы қандай да бір әрекеттерді жасайтын болса, медициналық сараптамаға жазылу, тексерілуден өту, одан кейін жаңағы дәрігерден мүмкін жаңағы көзіне очкиге рецепт алу деген сияқты сәттерді біз тек қана денсаулық бағамына жазамыз. Ол мынау білім беру, не болмаса басқа бағамдарға кетіп қалмау керек. Сол себептен денсаулыққа қатысты болса, денсаулық бағамына жазамыз. Білім алу, не болмаса дамуға қатысты болса, балаларға қатысты, иә, бұл көбінесе балаларға жазамыз. Мына білім алу бағамына жазамыз. Яғни, егер баланы сіз мектепке орналастырып, не болмаса балабақшасына орналастыруға көмек қажет болатын болса, бұл отбасыға біз осы бағамға жазамыз. Енді әріптестер, мен сіздерге тура осы формат бойынша біз өзіміздің жаңағы критикалық ойлау немізді қолдана отырып, практикалық жаттығу жасауды, осы жоспарды толтырудың жолдарын неше түрлі танымал персонаждарға жеке даму жоспарын жазу арқылы өздеріңіздің практикалық дағдыларыңызды дамытуға жаңағы бір мүмкіндік бергім келіп отыр. Мына жерде бізде неше түрлі персонаждар, иә, танымал. Не себепті танымал персонаждарды алып отырмын? Себебі бұларға терең бағалауды жүргізудің қажеті жоқ. Иә, бұлар туралы біз бүкіл ақпаратты білеміз. Кішкентай кезімізден келе жатқан, танымал болғаннан кейін бұлардың ерекшеліктерін де, жағдаяттарын да біліп отырамыз. Яғни отбасының жеке жоспарын жақсы жасау үшін бұл отбасы туралы ақпаратты жан-жақты білуіміз өте маңызды екен. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Қазір мына бірінші суретке қараймыз. Мына жерде баршамызға балаларымыз көретін, иә, Маша Медведь мультфильмі. Осы жердегі мына қызды жаңағы біздің клиент ретінде қарастырайық, иә, Машаны. Осы Машаның қандай күшті жақтары бар, және Машаға, егер біз әлеуметтік қызметкер болатын болсақ, оның ішкі және сыртқы ресурстары қандай, соны қарастырып шығайықшы. Чатқа жазсаңыздар болады, микрофонды қосып бөліссеңіздер болады. Машаның қандай күшті жақтары, иә, сильные стороны, оң тұстары бар. Жеке тұлға ретінде, не болмаса жаңағы қандай да бір даму жағынан қарастыратын болсақ, және бұның ішкі сыртқы ресурстары қандай, соны ойластырып көрейік. Чатқа жазсаңыздар болады, микрофонды қосып айтсаңыздар болады. Бәріміз білеміз, таныс персонаж, иә? Әріптестер, белсендірек. Себебі мен қазір сіздерге айтып отыратын болсам, бұл менің практикалық дағдыларым дамиды. Ал менің мақсатым сіздер сондай ресурстарын, мықты тұстарын таба білуді үйрету, дағдылану. Айтқаннан қайтпайды, мақсатына жетпей тынбайды. Керемет, әріптес, даусыңызды қаттырақ шығарып айтсаңыз. Расымен де Маша, иә, айтқаннан қайтпайды, өзінің мақсатына, өзінің көздегеніне қол жеткізе алатын сондай жаңағы тұлға, иә? Жақсы. Тағы қандай мықты тұстары бар Машаның?
мультфильмді еске түсіретін болсақ, бұл Аюдың үйіне велосипедпен келеді, кетеді. Демек, Аюмен бірге тұрмайды ғой, орманда тұрмайды Бұл басқалармен. аюға көмектесуге келеді ол. Көмек қолын созу үшін. Мхм. Жаңағы мақсатына жаңа кез келген көздеген дүниесіне қол жеткізе алады дедік. Сонымен қатар мультфильмде қарайтын болсақ, аюмен де, тиындармен де, қояндармен де, тіпті қасқырлармен де не істей алады? Достасуға Иә, қарым-қатынасқа түсе алады. қарым-қатынасқа салады. Ашық, иә, коммуникацияға тез түсіп кетеді және ешқандай Мейлі жаңағы иә, басқа кедергі. адамдармен бір қиындығы жоқ. Коммуникативный десек болады, иә, коммуникациясы жақсы дамыған. Жақсы. Денсаулық жағына не дер едіңіздер? Өте Денсаулығы керемет. мықты, белсенді, Денсаулығы өте мықты, иә? белсенді, иә, позитивный жүреді, көңіл күйі өте керемет болып жүреді үнемі. Жабырқау дегенді білмейді. Сіздерге көмек болсын, мен бағана біз қарастырған нені ашайын, иә? Күшті жақтарына не жатады? Қарап алдыңыздар ма? Енді Машаны ашайын. Демек, егер қорытындылайтын болсақ, біздің Машамыз, егер біз оны әлеуметтік күймелеуге алатын болсақ, ашық, жарқын, иә, кез келген адамдармен дейік, иә, енді кез келген жаңағы нелермен тіл табыса алады, иә. Денсаулығы өте жақсы. Енді ресурстарына өтейік. Қандай ресурстар? Әріптес естімей қалдым. Қолдаушы ортасы бар, қиындықтарды жеңу біледі. Қорғаушы ретінде аю бар, иә, үйретуші ретінде. Бір жерге аюдың үйіне барып келеді, үйі бар өзінің, иә, ресурс ретінде. Яғни мына жерде әріптестер қараң. Тағы кім? Қазір мені қараңыздар, бір 2 минуттың ішінде бәрімізге таныс Машаның сіздер ресурстарын, оның жаңағы мықты тұстарын атап өттіңіздер. Енді тура сол жұмысты, мынау баршамызға белгілі, менің атым Қожадағы Қожа, иә, бала. Бұның мықты тұстарының жалпы отбасын алып қарайтын болсақ, мамасы бар ғой, иә? Мамасы екеуінің мықты тұстары қандай, соны қарастырып өтейік. Анасы екеуі бір-бірімен жақсы тіл табысады. Керемет. Бір-бірін Ең жақсы бастысы, біз үшін өте өзекті. Қарым-қатынасы жақсы. Керемет фильм ғой, балаларға да көрсетуге өте тәрбиелік мәні зор. Ал егер сол қожа мен мамасын жаңағы біз отбасын қолдау орталығына сүйемелдеуге алатын болсақ, бұған жоспар жасау керекпіз. Сол кезде оның бірінші мықты тұстары мен ресурстарын табу керекпіз. Мәселесі и так понятно, иә, жаңағы баланың мінез құлқы, мектепте тәртібі, оны жаңағы кино барысында да біз білеміз, иә. Бірақ мықты тұстары бұл жерде қаншалықты қожаның мінез құлқы, жаңағы жасайтын әрекеттері нашар болса да, анасымен қарым-қатынасы жақсы. Бірақ проблема ретінде анасы жұмыс басты, не болмаса әкесінің мейірімі, назары жетпегеннен кейін сондай әрекеттерді бұл қожа жасауы мүмкін, иә. Тағы қандай күшті жақтары мен ресурстарын атап өтетін едіңіздер қожаның? Қожа деген өте андай арманшыл, қиялшыл, сосын адал бала болды ғой негізінен. Шығармашыл тұлға десек те болады, иә? Ресурсы енді мұғалімі ғой, ер адам, директор ресурсы. Ал мамасы мейірімді, сабырлы, сондай болды. Бұған көмек қолдау көрсететін өзінің ортасында сондай адамдар болды ма? Жаңағы мотивациясын көтеретін. Қызы ғой, Надира ма? Кластасы. Жанар. Жанар. Ағай болды ғой.
Сосын ана ағайға андай мұғалімі, мектептің директоры. директоры сол көмектеседі ғой. Мектеп директоры кей кезде сұлтанның өзі, иә, бұл баланың қандай да бір дағдыларын дамыту үшін қасында табылатын, жаңағы қандай да бір сырын бөлісетін адамы болып табылды. Әріптестер, қараңыздар, біз Қожа мен Маша туралы көп ақпаратты білетін болғаннан кейін біздің мынау миымызда, иә, жаңағы бұл автоматтық түрде еске түсетін болғаннан кейін оның жағдайын былайша айтқан кезде әрқайсымыз жан-жақты зерттеп тастағанбыз. Сол себептен бұған жаңағы бұның ішкі сыртқы ресурстары мен мықты тұстарын табу өте жеңіл болды бізге. Енді мен үшінші персонажды қалдырып өте берейін. Мен уақыттың жаңағы несіне байланысты жаңағы примерно әр отбасының мықты тұстары мен ресурстарын табу үшін оларға бағалауды, оның жағдаятын зерттеуді біз сондай жан-жақты неғұрлым көп ақпарат алатын болсақ, соғұрлым бізге жеңіл болатынын осылай сіздерге көрсеткім келген, түсіндіргім келген. Енді мен сіздерге мынандай кейсті ұсынғым келіп отыр. Бұл әрқайсымыздың жұмысымызда кездесуге әбден мүмкін бір кейс. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай Ермековтар отбасы туралы. Ермековтар Алматы қаласының шеткі ауданында жалдамалы пәтерде тұрады. Бұлардың отбасы, әкесі, анасы Нұрлан мен Айнұрдан тұрады. 3 баласы бар: Әлия, Дамир, Аяру. Үлкен баласы 15-те, ортаншы баласы 10-да, үшінші баласы 3 жаста. Сонымен қатар бұл отбасы кеңейтілген болып табылады, нуклеарды емес. Және бұлармен бірге жаңағы Нұрланның анасы Ермекова Сәуле тұрады. Ол кісі зейнеткер. Және Нұрланның інісі, мына жерде шатасып ағасы деп жазып кеттім, жаңағы Бекзат деген кісі тұрады. Ол 28 жаста, бірақ уақытша жұмыссыз. Сіздерде экранда бұл кейстің жаңағы сипаттамасы берілген. Және бұл отбасының қиындықтарына назар аударатын болсақ, әрине жалдамалы пәтерде тұратын болғаннан кейін, және жалғыз адам жұмыс істейтін болғаннан кейін міндетті түрде бірінші қаржылық қиындықтары бар. Бұл жалдамалы баспана, коммуналды төлемдер, азық-түлік, киім-кешек деген сияқты жаңағы қажеттіліктерге. Одан кейін бала тәрбиесінде қандай да бір қиындықтары бар. Себебі үлкен қызы Әлия 15 жасында, иә, сондай бір өтпелі кезеңде. Және Әлияның отбасымен қарым-қатынасы нашарлаған, және өзін жалғыз сезінеді екен. Келесі бір мәселесі әлеуметтік қолдаудың жетіспеушілігі. Жалпы отбасы көмекке өте сирек жүгінеді. Және жаңағы қандай да бір мәселені шешу үшін соңына дейін бармайды. Кейде бір көмек көзін алайын десе де, бірақ жаңағы басын бастайды да соңына дейін құжатты толық жинап әкелмейді, немесе соңына дейін жеткізбейді. Келесі бір мәселе психологиялық жүктеме. Бұл жерде анасы үйде болғаннан кейін бүкіл жаңағы мәселенің бәрі, иә, бізде гендерлік ерекшеліктеріне байланысты анасына жүктеледі. Сол себептен бұл кісінің эмоционалдық күйі әлсіреген, нашарлаған. Бұл кісінің жаңағы көп сәтте түбінде ештеңке жақсы болмайды, ештеңке өзгермейді деген ойлар жиі мазалайды екен. Және тағы бір мәселе, қарт адамға күтім. Жаңағы Сәуле апамыз, әжеміздің уақыт келе жаңағы возрастқа сай, жас ерекшелігіне сай денсаулығы нашарлағаннан кейін оған тұрақты медициналық көмек қажет етеді екен. Және отбасының қаржылық жаңағы бір бөлігі осы кісінің ем-домына кетеді екен. Енді мына жерде сіздерге бағалаудан кейінгі талданған ақпарат беріліп тұр. Бірақ мен әдейі ресурстармен бұл отбасының мықты тұстарын алып тастап отырмын. Сіздер осы кейске сүйене отырып, бұл отбасының ресурстары қандай, және бұларға қалай көмек көрсетуге болады, соны жоспарға қалай жасақ болады, соны жаңағы қарастырып өтсек. Кім бұл отбасының мықты тұстары мен ресурстарын көрді? Мына кейсті оқитын болсақ, әріптестер, бәрі жаман,
Кеңсесі. иә бір проблема, трагедия сияқты көрінуі мүмкін, иә, бірақ шын мәнінде бұл отбасының ресурстары мен мықты тұстары бар. Саламатсыздар ма? Ең бастысы 15 жастағы қыздың аты кім еді? Әлияның әке шешесі бар, бауырлары бар, әжесі, ағасы бар. Толық отбасы болып тұр. Толық кеңейтілген отбасы, иә? Иә. Барлық мүшелері бар. Жақсы. Мгм. Тағы кім қандай ресурстары мен мықты тұстарын көрді әріптестер? Үйінде бір адам болса да әйтеуір Нұрлан жұмыс жасайды ғой. Иә, Бір бір адам. адам болса да жұмыс жасайды, иә? Жұмыссыз отырған жоқ, иә. Керемет. Тағы. Сосын дружный, ауызбіршіліктері мол. Кикілжіңдері, қақтығыстары жоқ отбасы, иә? Бірге тұрып жатқаннан кейін жалдамалы пәтерде болса да. Айнұр жұмыс істеуге мүмкіндігі жоқ болса да, бірақ зато кіші бала мен үлкен кісіге қарай алады. Аха, үлкен кісіге қарай алады және жаңағы балалардың тәрбиесімен айналысатын адам бар, иә? Балалар өз-өзімен жаңағы жүрген жоқ. Жақсы. Балалардың үшеуі де енді екеуі мектепке барады, біреуі балабақшаға барады, яғни Айнұрдың өзіне қарауға бір мезгіл мүмкіндігі бар. Уақыт табуға. Керемет. Керемет. Және балаларға жалпы Нұрлан мен Айнұрға қатысты. Ой, рахмет. Тура аузымнан жұлып алдыңыз ғой мына сөзді. Рахмет сізге. Расымен де, иә, ең басты ресурсы, мықты жағы балаларының бәрінің дені сау. Ешқандай жаңағы бір мүгедектігі, не болмаса дамуында шектеулер жоқ. Бұның өзі отбасы үшін үлкен ресурс. Жақсы. Жаңағы кейсті қарастырудың өзінде сіздер қараңыздар, қаншама бұл отбасының ресурстарын, оң мықты тұстарын таптыңыздар. Енді соларға сүйене отырып, бұл отбасына қандай қызмет түрлерін ұсынсақ болады? Есептеп АСП-ға ең бірінші беруге болады. Медициналық Бұл қызмет. мемлекет тарапынан, иә, мемлекет тарапынан берілетін көмектері, иә, АСП, пособие деген сияқты. Ал отбасының Айнұр мен Алияға психологиялық көмек керек, қолдау көрсетілу керек. Керемет. Ана жалдамалы пәтерде тұратын болған соң үй кезегіне тұрғызуға болады. Жақсы. Медициналық көмек Енді керек, осы сосын бір інісіне жұмыс керек. Інісін жұмысқа тұрғызу керек. Әріптестер, мен тура мына жерде давайте бір нені таңдайық, бір мақсатты, иә, бір іс-шараны бұл отбасыға орналған. Және мына сүйемелдеу даму жоспарына смарт жүйесі бойынша мен сіздермен бірге жазып көрейік. Иә, сіздерге экранда көрініп тұр. Мен жаңа бастам, көрдің бе? Шығып тұр, иә, әріптер? Кәдімгідей жазуға болады. Давайте бір мақсатты таңдайық. Қалай жазсақ болады? Егер біз жаңағы Нұрланның бауырын жұмысқа тұрғызу іс-шарасын алатын болсақ, Бекзатты. Бұл Бекзат бұл отбасының кеңейтілген мүшесі болғанмен, бұл отбасына кірмейді. Иә, генограммасына келесі деңгейде орналасады, жаңа жоғарғы деңгейде. Бұл отбасының баласы емес, бұл отбасы жалпы алып қарайтын болсақ, Нұрлан мен Айнұрдан тұрады және оның балаларынан тұрады. Ал Сәуле мен інісі бұлар кеңейтілген отбасының мүшелері. Сол себептен Бекзатқа қатысты әрекеттің бәрі мына жерге жазылады. Басқа көмек түрлері. Бұл отбасының мәселесін шешу үшін қажетті жасалатын әрекеттер. Мысалы, Бекзат болды аты, иә? Мына жерге біз жазамыз. Бекзатты Жұмысқа орналастыру. Жұмысқа. Орналастыру. Бұған жауапты кім болады? Қалай ойлайсыздар, әріптестер? Ең басты бірінші өзі. Өте керемет. Бекзаттың өзі. Біз оған дайын жұмысты әкеп беруге міндетті емеспіз. Біз тек қана қандай да бір мында жұмыс бар екен, мында жұмыс бар екен деген сияқты ақпаратты бере аламыз.
резюме түйіндемесін жасауға көмектесе аламыз. Қандай бір бағытқа барғысы келетінін анықтай аламыз, бірақ біз ол үшін жұмыс іздемейміз. Бекзат және сол жаңағы ненің әлеуметтік қызметкері. Әлеуметтік қызметкердің басты міндеті тек қана осындай жұмыс бар деген ұсыныс беру. Ары қарай бұны Бекзат жасай ма, жасамай ма, бұл Бекзаттың жауапкершілігі. Қызметтің көлемі, кезеңі қашан жасалу керек? Қанша рет? Қанша резюме түрлерін беру керекпіз? Енді қабілетіне қарай мәселе- бірнеше жұмыс орны. Ол қандай жұмысқа қабілетті, мысалы, Бекзат? Мысалы, стройка ма, құрылысқа ма, сондай жақтарынан бір 3-4 резюме дайындау керек болатын болар. Енді ол мамандығы, мұғалімдік мамандығы жоқ болса жұмыс жасай алмайды ғой. Ондайды ұсына алмаймыз. Мамандығына сай, не болмаса қызығушылығына сай, кем Өзінің дегенде қалауы. мысалы 10-15, ойбай менде мына жерде қазақша тұр, кешіріңіздер. 10-15 ұсыныс жіберу. Осының ішінен қарастыруға болады ғой. Не болмаса өзі де іздеу, қарастыру. Қашан жасалу керек? Мысалы, бұл отбасын біз қазір сәуір айында алсақ, келесі жылы сәуірге дейін қолдау көрсету керекпіз. Яғни біз бұл әрекетті қашан жасай аламыз? Бүгін жасап жатыр деп елестетейікші осы нені, жеке жұмыс жоспарын. Оны келесі жылы бір қаңтарда орналастырсақ, бұл орынды бола ма, әріптестер? Орынсыз болады ғой. Келесі жылға. Орынсыз болады, жарты жыл бойы біздің Нұрлан қайтадан бүкіл отбасына, бүкіл ресурсын жұмсайды, балаларына емес, жаңағы, былайша айтқан кезде Бекзаттың аяқ қолы сау, білімі де бар шығар, бізге ол белгісіз. Сол себептен, мысалы, 1 маусымға дейін. Осы уақытқа дейін Бекзатта бізде жаңағы аяқтану керекпіз. Бізден талап етілетін 10-15 резюме жаңағы ұсынысты жіберу керекпіз. Резюме жасауға, түйіндеме жасауға көмектесу керекпіз. Ары қарай Бекзат өзі әрекеттеніп, жаңағы жұмысқа тұруға әрекеттер жасау керек. Және 1 маусымға дейін мүмкіндігінше, енді біз болжап қойып жатырмыз. Неғұрлым тезірек болса, отбасына да оңайырақ болады. Және қалай біз бұл әрекеттің сапалы, не сапалысыз орындалғанын бағалай аламыз. Бекзаттың өзінің жаңағы желаниесіне байланысты бағалаймыз шығар, ұсыныс, өзінің жұмысқа деген ынтасына. Әріптестер, мына жерде қараңыздар, көмектің түрі Бекзатты жұмысқа орналастыру. Ең соңында бізде бір продукт, бір нәтиже болу керек. Біз осы жұмысқа орналасқанын қызметтің сапалы, не сапасыз болғанын бағалай аламыз. Не деп жазамыз мына жерге? Тиімді, тиімсіз деген сияқты. Қалай соны? Жұмысқа орналасты, немесе орналасқан жоқ. Өте дұрыс айтасыз. Мына жерде жұмысқа орналасты, не болмаса орналасқан жоқ. Орналаспаса, кейін не үшін орналаспаған? Біз ұсындық, бірақ жаңағы оның кәсібіне сай жұмыс табылмады. Яғни мына жерде орналасты. Мысалы, Бекзат мамандығына сай, менде мына жерде клавиатура, мамандығына сай жұмысқа орналасты дейік, мен қысқартып жазайын. Бұл Бекзатқа қатысты. Енді мына мәселеде бір маңызды мәселені табыңыздаршы. Отбасын қолдау орталықтары балалар үшін ғой. Мына жерде отбасында бір мәселе бар. Анағы үлкен қызы өтпелі кезеңнен өтіп жатыр, сол қыздың проблемасы. Психологиялық, Айнұрдың екеуіне психологиялық көмек керек деп айтылды ғой. Жақсы. Оны қай бағамға жазамыз? Қай бөлімге? Білім мен дамуына шығар. Әлияға қатысты болса, білім мен дамуға жазамыз, бала. Ал егер мамасына қатысты болса, Айнұрды денсаулығына
Айнұрды әлеуметтік қатынастарға жазамыз. Әлеуметтік қатынастарға отбасы. Егер біз Айнұрға, әжесін жазамыз. Айнұрға біз егер медициналық көмек, не болмаса қандай да бір сараптама өту керек болса, біз оны денсаулығына жазамыз. Мысалы, мына жерде жазылып тұр ғой, эмоционалдық күйі әлсіреген, шаршайды, жиі шаршайды, может бас айналады. Сондай тексеруден өту үшін біз Айнұрға терапевтке қаралуға да ұсыныс беруге болады ғой, терапевтке. Витаминдер не болмаса жаңағы не болмаса түгел жаңағы не бар ғой, ана бір скрининг дейді ғой, сондайды Айнұрдың скринингтен өтуі. Мына жерде өтірік жазып жатыр, енді ренжімеңіздер, асығыс болғаннан кейін. Өтуі. Және тура осылай кім жауапты? Әлеуметтік қызметкер, бірақ бірінші Айнұр өзі. Біз тек қана оны қай поликлиникаға тіркелген болса, сол жаққа жібере аламыз, түсіндіріп айта аламыз, және бару керектігін жеткіземіз. Ал ары қарай Айнұр өзі барып, жазылып, жаңағы осыны жасау керек. Бұл жерде қызметтің көлемі кімнен өту керек? Мысалы, терапевтке бару керек. Не болмаса жаңағы МРТ, УЗИ, тағы да болады. Соның бәрі жазылады. Мысалы, бір УЗИ қандай? Ол енді әр ненің отбасының жеке ерекшелігіне байланысты. Мерзімі қашан өту керек? Егер біз бүгін жасап отырсақ оған осы отбасын даму жоспарын. Келесі аптаға дейін уже өтіп болу керек қой ол. Мүмкіндігінше енді осы айдың соңына дейін уақыт берейік, енді әр неде жаңағы не болады ғой, талон жетпей қалады, не болмаса жаңағы очередь алдын ала дамумет бойынша да ашып қарайтын болсақ, уже жаңағы кезек алдын ала жазылып тұрады. Және сапасын бағалау үшін не деп жаза аламыз мына жерге? Дәрігердің қабылдауында болды деп. Денсаулығына қатысты ақпарат алынды. Дені сау ма, не болмаса жаңағы емдеу керек па деген сияқты. Айнұр медициналық көмек алды. Қызмет или көмек алды. Или денсаулығына қатысты ақпарат алды. Денсаулығы жақсы деп. Одан кейін ары қарай жақсы ма, нашар ма, не істеу керек, оның бәрін уже біз Айнұрмен қарым-қатынас барысында нетеміз. Осылай әр отбасымен бірге отырып, оның қажеттілігіне сай жұмыс жоспарын жасайсыздар. Кейбір отбасының мына денсаулығына қатысты әр мүшесіне іс-шара жасалу қажет болады. Кейбіреуінің денсаулығы өте жақсы, жай ғана жыл сайын скринингті өту, не болмаса жаңағы гигиеналық талаптарды орындау деген сияқты сәттер болуы мүмкін. Кейде мына жерге ештеңке жазылмауы да мүмкін. Себебі бұл тұсы жаңағы отбасының өте дамыған, өте сондай жақсы деңгейде болуы мүмкін. Сол себептен мына жұмыс жоспарын толтыру керекпіз, қайтсек те әр бағамға бірдеңке жазу керекпіз деген бір ұстаныммен жұмыс істемеу керек. Олай жасайтын болсақ, бұл отбасының қажеттілігіне емес, бұл біздің таблицаны бағамның әр тұсын толтыру қажеттілігіне байланысты болады. Сол себептен жоқ жерден отбасына проблема тауып іздеудің қажеті емес, только чтоб мынаны толтыру үшін. Керісінше отбасының қажеттіліктеріне сай бағамдарын толтырып, сол мақсаттардың өзін орындауға сүйемелдеу жасап, көмек жасайтын болсаңыздар, бұл әлде қайда тиімдірек болады. Осылай жұмыс жоспарын толтырып өтесіздер, және қандай жалпы мақсаттар қоюға болады. Енді өздеріңіз де жаңа айтып отырсыздар, ол үйге кезекке тұрғызу, не болмаса жаңағы жұмысқа тұрғызу, пособие белгілеу деген сияқты. Енді мына отбасына қарайтын болсақ, қандай көмек көздері қарастыруға болады. Ең бірінші, бағана өздеріңіз айтқаныңыздай, неше түрлі әлеуметтік пособие, не болмаса жәрдемақыларды алуға көмек беру, кеңес беру және құжаттарды жинауға көмектесу. Оның орнына барып істеу емес, жай ғана кеңес беру және көмектесу. Одан кейін жаңағы біз айтқандай психологиялық қолдау ұйымдастыру, анасымен Айнұрға әжесінің денсаулығына байланысты жергілікті емханаға әлеуметтік
қорғау ұйымдарына хабарлау, мүмкін ол жаңағы тіркеуге алынатын қандай да бір диагноз болса, отбасына жаңағы оның қаражатына салмақ салмайтын мемлекет тарапынан берілетін көмек көздері бар шығар. Сол себептен мүмкін бұл отбасы білмейтін де шығар ол туралы, иә. Және жұмыссыз жүрген бекзатқа жұмысқа көмектесуге тұру, одан кейін жаңағы балалары қосымша қандай ерекшеліктері бар, қандай тұстарын дамытқысы келеді, мектепте оқитын баланың білім деңгейі қандай деген сияқты сұрақтарға жауап беріп, сондай әрекеттер жасауға болады. Сонда жаңағы біздің кейсте, мына қараңыздар, 5 негізгі мақсаты болады екен. Осының бәрін орындайтын болсақ, біздің отбасымыз ары қарай өз бетінше өмір сүре алады екен. Енді бұл жоспарды жасадық, Айнұрмен келістік, қол қойылды. Сосын бұл жоспарды қалай жүзеге асырамыз? Ең алдымен міндетті түрде үнемі қандай да бір жаңағы қадам жасалғанын, не болмаса жасаудың алдында телефонмен хабарласып тұру, офистегі кездесулер, кеңседегі, не болмаса кем дегенде әлеуметтік қызметтің стандарты бойынша кем дегенде айына 1 рет бұл отбасына барып тұру. Енді бұл отбасының жаңағы қажеттіліктер деңгейіне, не болмаса жаңағы тәуекел деңгейіне байланысты болады. Кейбір отбасыға айына 1 рет, 2 айда 1 рет барып тұру жеткілікті болады. Ал кейбір отбасына өкінішке орай жаңағы апта сайын барып тұруды қажет етеді. Себебі балалар үшін ол жерде зорлық-зомбылық пен, не болмаса жаңағы денсаулығына, өміріне деген қауіптің деңгейі өте жоғары болуы мүмкін. Қызмет көрсету түрлері қандай болады? Жоспар бойынша әрекеттер, кеңес беру, сүйемелдеу, еске түсіру, сіз мына аптада мынандай істеу керек едіңіз, мынаны жасадыңыз ба деген сияқты. Одан кейін жаңағы неше түрлі мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақыларға, көмек көздеріне, қаржылай көмектерге қол жеткізуге көмек ұсыну. Бағдарлау десек те болады, иә. Одан кейін әр қызмет жасалғаннан кейін, мысалы мына жерде біздің Айнұр поликлиникаға барып келгеннен кейін біз мына жерге плюс не болмаса барды, қашан барғанын жазып қойсақ болады, иә. Бұл өзіміз үшін де, отбасы үшін де, ең алдымен өзіміз үшін де жаңағы бір маңызды сәт. Себебі отбасы жаңағы бір кикілжің шығарғанда, не болмаса бір отбасы тарапынан не болады қандай, қалайша айтсам, ризашылығын білдірмей, сіздер маған ештеңке көмек жасамадыңыздар деген кезде жаңағы біз мынандай уақытта мынандай жасадыңыз, мынандай уақытта мынандай жасадыңыз, біздің тараптан мынандай дүниелер жасалды деп көрсетуге, және қандай да бір тексеріс, не болмаса қандай да бір жаңағы жалоба дейміз ғой, соған жауап ретінде осы жазылған біздің нашетіне жаңағы ақпарат үнемі бізді қорғауға көмектесетін бір құралдың түрі. Және отбасына, жалпы отбасын қолдау орталығы осы жұмысты жасады, сіз сол арқылы сіздің жағдайыңыз жақсарды дегенді көз жеткізуге арналған бір инструмент десек те болады, иә. Мониторингке назар аударатын болсақ, бұл міндетті түрде әлеуметтік қызметкердің отбасынан кері байланысы, қаншалықты оңай болды, жеңіл болды, не жасалды, не жасалмады. Және жаңағы кейбір сәттерде, кейбір отбасыларда әлеуметтік қызметкермен отбасы ғана емес, басқа да серіктестеріміз жұмыс істейтін сәттері болады. Сол кезде осы интервенциялармен жұмыс түрлерін ұйымдастыру мониторингі де өте маңызды. Бағана енді айтып жаттық, өрлеуге шолу деп, бұл не деген бір сұрақ туындауы мүмкін. Бұл біздің 6 ай сайын, кейбір отбасы үшін 3 ай сайын мына жоспарды талдап отыру. Не жасалды, не жасалмады, неге жасалмады. Мына шетіне кәдімгідей карандашпен, ручкамен жазып отырсаңыздар болады, иә. Мынау жасалды, мынау жасалмады деген сияқты. Және осы сәт жаңағы өрлеуге шолу деп аталады. Жалпы бұл отбасына қатысты 3 ай, 6 ай өткен кезде жоспарланған іс-шаралар орындалды ма? Ол жаңағы орындалғаннан кейін қандай әсер тидірді? Отбасына тиімді болды ма, тиімсіз болды ма? Соның бәрін белгілеп өтетін дүниелер. Арнайы жалпы классикалық форматта өрлеуге шолу формасы бар. Сол өрлеуге шолу формасына негізделіп отырып, біздің стандартта ол көрсетілмеген,
Бірақ енді мен сіздерге біліп жүрсін деп айтып отырмын. Осы өрлеуге шолу формасына негізделе отырып біз кейсті жабамыз, не болмаса жоспарды өзгертіп жаңартамыз, не болмаса қайта бағалау жаңағы сәтіне қайтып келеміз. Яғни мынау жоспарды біз мониторинг талдау жасаған кезде мынау орындалды, Айнұрымыз медициналық неге барды, Бекзат жұмысқа тұрды, әжесіне поликлиникадан көмек көрсетіліп жатыр, Әлиямен психолог жұмыс істеді, анасымен психолог жұмыс істеді, екеуі жаңағы бір-біріне қандай да бір сәттерді ұялмай ашық айта алады деген кезде бұл отбасына біз бәрін жаңағы жоспарлаған дүниенің бәрін жасайтын болсақ, өрлеуге шолу негізінде біз бұл кейсті жабу процесіне өтеміз. Яғни бұл кейс отбасын қолдау орталығынан шығады. Кейсті жабу деген процесіміз бұл да бір өте маңызды процесс. Себебі кейбір отбасыларды ол кәдімгідей қорқытып, шошытып жіберуі мүмкін. Себебі отбасы бір жылдың ішінде, тіпті кейде қысқа уақыт ішінде бізге үйреніп қалады. Бауыр басып қалады, жаңағы қандай да бір жағдай болсын, бірден әлеуметтік қызметкерге хабарласып, айтып, жақсы, жаман жағдай болсын, соған үйреніп қалады. Енді кейсті жабар кезінде біз оларға енді бұдан бұлай арғарай уақытта сіз кез келген мәселеңізді өз бетіңізше шешуге дайынсыз деген бір ақпаратты мынандай бір жайлы, ешқандай бір жаңағы шоксыз жеткізу керекпіз. Ол үшін кейсті жабу үшін де біз бір ай бұрын отбасымен кездесіп, мынау біздің жоспарымызды қайтадан ашып, Айнұр, есіңізде ма, сіздер осы былтыр келген кезде мынандай мақсаттарды қойған едік, қазір сіздің денсаулығыңыз жақсы, Бекзат жұмысқа тұрды, анаңыз жаңағы нетіп жатыр, Әлиямен қарым-қатынас жақсы болды, енді сіздің мәселеңіз келген жағдаятыңыз өзгерді. Сол себептен бір айдан кейін біз сізбен жаңағы қарым-қатынасымызды аяқтаймыз. Кейсіңіз жабылады, арғарай мәселелеріңізді өздеріңіз шешесіздер. Бірақ та енді 3 айдың ішінде сіздермен хабарда болып тұрамыз деген сияқты ақпаратты осылай жеңіл түрде бір ай бұрын ескертіп жеткіземіз. Одан кейін отбасымен бірге жоспарлаймыз, қай уақытта біздің кейсіміз жабылады. Себебі жабу алдында біз тағы бір рет үйіне барып, өзіміз көз жеткізу керекпіз. Действительно, что балаға ешқандай қауіп жоқ, отбасында жаңағы келген кезгенмен қазір мынау отбасын қолдау орталығынан шығып жатқан кезде екі жағдаят екеніне көз жеткізу керекпіз. Содан кейін жаңағы әлеуметтік қызметкері ғана емес, мүмкін кейде жаңағы психологты алып баруға болады, себебі бұл Әлиямен Айнұрмен бірге жұмыс істеді. Басқа ұйымдарға да кейде хабарлау қажет етеді. Әсіресе кейбір отбасылар болады ғой, жаңағы енді өмір болғаннан кейін, бұндай әлеуметтік сала болғаннан кейін, адаммен жұмыс істегеннен кейін барлық кейс идеально жабылмайды, әріптестер. Кейбір отбасылар жаңағы мәселесін шешкенмен бәрібір де балаға қауіп төну тәуекелдігі жоғарғы деңгейде қалуы мүмкін. Кейде жаңағы біз өзіміз бір іштей сенімсіз болып тұруымыз мүмкін, сондай кезде бұл кейс отбасын қолдау орталығынан шықты деген хабарламаны міндетті түрде жаңағы жауапты органдарға біз хабарлау керекпіз. Оны міндетті түрде жазбаша түрде хат ретінде, сіздерде документолог бар ма, не болмаса жаңағы отбасын қолдау орталығының директорының мөрімен, қолымен жазылған хат, яғни осы органы опекеге, мына отбасы туралы, осындай отбасы мына уақыттан мына уақытқа дейін отбасын қолдау орталығында болды, көмек алды, қазіргі таңда отбасын қолдау орталығынан шығып жатыр, сол туралы хабарлаймыз деген міндетті түрде хатты жіберуіміз өте маңызды. Себебі осылай біз баланың жаңағы әлеуметтік сүйемелдеуден шыққанын және арғарай жауапкершілікті қандай да бір жағдаят болса, уже жаңағы сол жергілікті жауапты орган өзінің мойнына алатынын жаңағы хабарлаймыз. Және отбасын қолдау орталығының жалпы отбасын қолдау орталығынан отбасы шығатын туралы шешімді тек қана әлеуметтік қызметкер мен отбасы ғана қабылдамайды. Бұл міндетті түрде жаңағы үлкен отырыста, сала аралық кездесуде талқыланады. Әр маманның жұмыс істеген маман, мысалы мынау кейсте бізде заңгер,
психолог жұмыс істейтін болса, олар айтады, иә, шынымен біз жұмыс істеді, қазір жақсы деңгейде, не болмаса жақсы деңгейде емес, әлі шығаруға болмайды деген сияқты әр маманның пікірі тыңдала отырып, осындай шешім қабылданады, және бұл шешім енді идеалдық форматта протоколға жазылады. Сол протоколға негізделе отырып, әлеуметтік қызметкер отбасымен жаңағы 1 айдан кейін кейс жабылады деген әңгімелесу жүргізеді. Және жапқаннан кейін 3-6 ай мерзімінде, яғни жарты жылға дейін бұл отбасымен телефонмен, не болмаса арасында жаңағы бір кездесулер ретінде мониторинг жүргізіп тұру өте маңызды. Мониторинг жүргізу барысында біз әлі, мысалы біздің кейске қарайтын болсақ, Бекзат жұмыс істеп жатыр ма, анасы поликлиникадан көмек алып жатыр ма, одан кейін қарым-қатынастар әлі сол жақсы деңгейде ма, дамып жатыр ма деген сияқты ақпаратты алып отырамыз. Және былайша айтқан кезде 6 айға дейін бұл отбасы біздің бағдарымызда, біздің назарымызда болып тұрады. Енді өткенде супервизия барысында да айтқан болатынбыз, жалпы стандарт бойынша бізде кейс қандай сәттерде жоспарланған мерзімнен бұрын аяқталуы мүмкін. Егер еді санатындағы адамдар, отбасылар жаңағы АБЦ санатына ауысып, жағдаяттары өзгерсе, шығуы мүмкін, иә, біз жоспарлаған уақыттан да ертерек. Және кез келген отбасы, не болмаса адам ары қарай жұмыс жасаудан бас тартса, онда біздің жұмысымыз аяқталуы әбден мүмкін. Енді біздің бүгінгі кездесуімізді қорытындылай келе айтатын болсақ, жалпы ресурстық тәсілдің артықшылықтары не үшін біз мынау проблемасымен емес, керісінше оның ресурсымен, оның мықты жақтарымен жұмыс істейміз. Отбасына мысалы жаңағы Айжанға, зато сіздің балаларыңыздың дені сау, отбасыңыз толық, жаңағы жолдасыңыз жұмыс істейді, сіздің жаңағы неңізде денсаулығыңызға ешқандай мынандай өте ауыр ақаулар жоқ деген дүниелерді айту арқылы сырттан келіп жатыр ол ақпарат, иә. Бұл біз отбасының ынтасын көтеруге, жаңағы не болмаса жаңағы олардың бір көзқарасын, өзінің отбасына деген көзқарасын оң жаққа ауыстыруға көмектесетін осындай бір тәсіл екен. Сонымен қатар осындай дүниелерді басқа мамандар тарапынан естігеннен кейін отбасының сенімділігі мен жаңағы басқалармен серіктестікте жұмыс істеу деген сияқты сезімі нығая түседі екен. Сонымен қатар осындай жаңағы сіздің отбасыңыз өзі мықты, оның мынандай тұстары бар мықты, ресурстарыңыз, мынандай туыстарыңыз бар, мынандай мықты жақтарыңыз бар деген сияқты дүниені айтқан кезде біз бұл отбасының сыртқы жақтан қандай да материалдық бір көмекті іздеудің сәттерін сәл төмендетеді екенбіз. Және ең бастысы бұл жерде осындай ресурсты отбасылармен жұмыс істеу, олардың ресурстарын таба білу, көре білу мамандардың эмоционалдық жаңағы күйіп кетуін алдын алады екен. Яғни жаңағы мына кейсті қарайтын болсақ, бәрі нашар сияқты, бәрі жаман сияқты, жалдамалы пәтерде тұрады, жалғыз Нұрлан ғана жұмыс істейді, одан кейін жаңағы қарым-қатынастары нашар, анасы аурушаң, анау жұмыссыз, ондай жаңағы негативті теріс жағына бұра беретін болсақ, онда әр кейсіміз бізде сондай бір нашар сияқты көрінеді. Ал әр отбасының хотя бы бір ресурсымен бір оң жағын табатын болсақ, ресурстық тәсілді қолданатын болсақ, біздің отбасымыз сондай проблемасы бар, бірақ дегенмен ол зато толық отбасы. Зато оның денсаулығы мықты, жаңағы оның денсаулығын жақсарту үшін бір қаражат, не болмаса мықты бір нелер керек емес деген сияқты сәттермен маман бұл отбасының мәселесіне қарағанда ресурсына көбірек назар аударуға дағдыланады екен. Енді бүгінгі кездесуімізді аяқтайтын болсақ, жалпы жеке жұмыс жоспары, не болмаса отбасы мен жеке жоспарды тиімді құру үшін ең бастысы кейс менеджмент бойынша, ресурстық тәсіл бойынша отбасының ресурстарын ескеру өте маңызды. Сонымен қатар осы тәсілді біз қолданатын болсақ, бұл жерде тек қана оларға бір қандай да бір көмек көрсете қоймай, біз олардың әлеуетін, ынтасын, өзіне деген көзқарасын ауыстыруға, өзгертуге
басқаша қарауға көмектесе алады екенбіз. Және осындай жаңағы тәсілді қолданатын болсақ, отбасы өзін бір жаңағы бір байқұс, бір нашар, бір төмен адам сияқты емес, керісінше серіктес ретінде жұмыс жасай бастайды екен. Ал екі серіктес жұмыс істеген кезде міндетті түрде табыс не болмаса жаңағы осы істің сәтті аяқталуы алыс болмайды. Әріптестер, назарларыңызға рахмет. Уәде еткендей 1 сағат емес, 15 минут кішкене жаңағы ұзақ болып кетті. Бірақ енді сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.